нешінші бөліміміз? 6. 7-ші бөлімге кеттік па не уже? Ё-моё. Тағы да сәлем оқушым. Вектор тақырыбына арналған видео сабағымның 7-ші бөліміне қош келдің. Біз соңғы рет 16-ші есептен кейін 17-ші есепке көшіп басын бастаған болатынбыз. Интрига ретінде қалдырдық. Кеттігенше бисмиллах деп бастаймыз. Сен сабақ жоспарымен таныссың алтыным. Кеттік, бастадық. Жалпы оқушым, соңғы айтқан нәрсем есіңде қалды деп ойлаймын. Кез келген вектордың квадраты десе, онда оның ұзындығының квадратын қолдана беруге болады. Енді қараңдар, бізде айтады, А және Б векторлары 120 градус бұрыш жасайды. А-ның ұзындығы бар, Б-ның ұзындығы бар дейді. А минус Б-ның азайтындысының ұзындығын тап дейді. Оқушым, А минус Б-ның ұзындығы деген ешқашан жеке-жеке ұзындықтарын тауып азайтқанға тең емес. Мынаған ешқашан тең емес. Бұл кезде есепке неге 120 градусты берді? Неге ондай оңай қылып бере салады дейтін сұрақ болу керек адамда. 3-тен 5 алсақ, минус 2 сонда не ұзындық терістен бола ма не деген сияқты. Вот сондай ситуация болып тұр. Онда мен қазір былай жасаймын. Аха деймін. Дәл осы кезде мен бұл есепті былай шешем деймін. Оқығандар. Хитрості бар өзі, бұл есептің қулығы бар. А векторынан Б векторын азайтамын и сыртына модуль қоямын. Дәл осы кезде бұл есепті шешу үшін осыны мен не істеймін? Квадраттаймын. Ол негіз квадраттау деген жоқ, мысалы үшінге. Квадраттаймын, квадратын тап демеген ғой бізге. Квадраттағаным үшін соңынан қайттан төбірге аламын. Мысалы 4 деген санды квадраттасаң 16 болады ғой. 16-ны қайттан төбірге алсаң 4 шығады ғой. Значит, сол сияқты мына модульді бірінші квадраттаймын. Квадраттағаннан кейін барып, оны қайтадан мен істей аламын. Оны төбірге аламын. Осыны ұмытып кетпейік. Яғни мен квадраттаймын. Қараңдар, квадраттаса не болады? Мына қысқаша көбейту формуласымен табылады. Яғни ұзындық деген әрдайым оң сан, значит квадраттаған кезде ол оң сан шығады, значит қасиетін сақтап қалады. Сол үшін ғана квадраттауға болады. Яғни хитростта қулық. Сонда А минус Б-ның квадраты деген сөз, ол бізде А квадрат минус екеселенген А Б плюс Б квадрат деген сөз ғой. Енді қарашы оқушым, қысқаша көбейту формуласымен аштым. Не байқап тұрсың? Не ойға келіп тұр? А квадрат ол мына ұзындықтың квадратына тең. Б квадрат ол ұзындықтың квадратына тең. Енді барып мына А квадрат дегенде онда ұзындықтың квадрат деп ойлай беремін. Б квадрат дегенде ұзындықтың квадрат деймін. Тек қана не артық болып қалды енді бізде? А мен Б-ның көбейтіндісі. Бұл бізде скаляр көбейтінді ғой. А мен Б осылай өзімен өзі, сыртында тік жақша ештеңе жоқ, ештеңе өзімен өзі көбейтіліп тұрса, скаляр көбейтінді деген сөз. Сонда қара, А мен Б-ның скаляр көбейтіндісі дегеніміз, ол А мен Б-ның ұзындықтарын көбейтіп, арасындағы бұрыштың косинусына көбейткенге тең. Ал арасындағы бұрышты 120 градус деп айтып қойған есеп. Сен 60 градус тауып кетіп жүрме 180 азайтып. 120 градус болып тұр, ол бір-бірінің артынан қолап тұрған жоқ, ол былай тұр. Нақты арасында бұрышты айтып тұр. А суретпен беріп тұрып, былай стрелкасы наоборот бағыт алып тұрса, онда сен 180 азайту керек боласың. Бір нүктеден шығару үшін. Енді қара, сонда екеуінің А мен Б-ның скаляр көбейтіндісін есептейтін болсақ, А-ның ұзындығы деген қаншаға тең, Б-ның ұзындығы деген қаншаға тең? А-ның ұзындығы ол 3-ке тең. 3 жазып қоямын. Б-ның ұзындығы ол 5-ке тең. Жазып қоямын. Косинус 120 деген сыбайлас бұрыштардың косинустары тең, бірақ қарама-қарсы таңбалы дегенді есімізге түсіреміз. Значит, бұны косинус 60 деп ойлаймын. Алдындағы таңбасын минус таңбалы аламын. Сонда косинус 60 градустағы мән ол әрине 2-ден 1-ге тең, алдындағы минусымен бірге минус 2-ден 1. Сонда мен мына жерге минус 2-ден 1 деп жазып қоямын. 3-ті 5-ке көбейтем 15. 15-ті алымына көбейтсем минусын сақтап қалады. Мынау минус 15 бөлінген 2 болады. Минус 15 бөлу 2 ол скаляр көбейтіндісі екен. Олай болса, мұндағы скаляр көбейтіндінің орнына қазір осы минус 15 бөлу 2-ні қоя аламын. Сонда А-ның ұзындығының квадраты деген А-ның ұзындығы 3-ке тең, олай болса 3-тің квадраты. Азайтылған, екеселенген, енді А-ның ұзындығы деген үшін ғана міне көрдің ба? Ұзындығының орнына 3-ті қойып барып, мынаң орнына 3-ті қойып барып квадраттадым. А-ның өзі тұрса, ол 3-ті қойға болмайтын еді. Просто А-ның өзі ғана тұрса, сыртына модуль болмаса болмайды. Сосын 3-тің квадраты азайтылған екеселенген дедімді АБ скаляр көбейтіндісінің орнына минус 15 бөлу 2-ні қоямын. Минус 15 бөлінген 2. Плюс Б квадрат, ол Б деген ол 5, значит 5-тің квадраты. Тең. 3-тің квадраты ол бізде 9. Мына минус пен мына минус қазір плюсті беріп кетеді, сосын 2 мен 2 қысқарады. Сонда плюс 15 плюс 5-тің квадраты ол бізде 25. Осын жазам. Тең қаншаға тең? 25-ке 15 болса 40, 40-қа 9 болсақ, әрине ол 49-ға тең. Енді қарашы оқушым.
Мен қазір бүйтем. Дәл осы орайда есіңе салам. Мен квадраттаған едім. Жауапта 49 деген жоқ. Не үшін? Себебі мен квадраттадым, ал маған квадратын емес, өзін табу керек еді. Олай болса, мен квадраттағаным үшін қайтадан, яғни әділеттілік орнату үшін түбірге аламын. Бүйтіп жазып қоям. Түбірге алу керек деп жазып қоя салайын. Түбірге алу керек міндетті түрде. Квадраттағаным үшін. Значит, 49-ды қайттан түбірге алам. Сонда түбір асы 49, ол тең болады 7-ге. Көрдің ба? Сонда типі андай сияқты ғой, мынаны x деп ойласаң, x-тің квадраты 49-ға тең болса, а сенің мақсатың x табу болса, 49-ға. X табу болса, плюс-минус 7-ге тең, әрине ұзындық бірақтан терістен боламайды. Сол үшін 7-ні табасың. Көрдің ба? Вот міне осындай мақсаты, мағынасы осындай. Сонда бұл бізде түбірге алдық, 7-ге тең. Олай болса, a минус b-ның модулінің, яғни a векторынан b векторын азайтып, оның ұзындығын табатын болсақ модулі, ол бізде 7-ге тең болады екен. Сонда бұл есебіміздің, 17-ші есебіміздің жауабы v жауабы болып тұр. 17-ші есеп осыменен аяқталды. Кеттік 18-ші есепке көшейік. Номер 18-ші есеп не дейді? A-ның ұзындығы бар, b-ның ұзындығы бар, a плюс b-ның қосындысының модулі ұзындығы бар 26-ға тең, a минус b-ның ұзындығын табыңыз дейді. Давайте мен осы есепті енді қазір екі түрлі жолмен көрсетейін. Бірінші жол, жаңа осының алдында есепте үйренген жолға келдіріп шығарам. Давайте мен осы есепті былай шығарсам қалай болады? Маған негізі a минус b-ның модулін табу керек. Бұның негізі a минус b-ның модулін табу керек. Мен онда бұны шешу үшін квадраттайым, сосын соңынан түбірге алам қазір. Квадраттасам бізде не болады? Тең a квадрат минус 2 еселенген ab плюс b квадрат. Уже a-ның квадраты, міне жаңа ғана айттым, a-ның өзінің квадраты болса, ұзындықтың квадраты деуге болады, b векторының өзінің квадраты болса, ұзындықтың квадраты деуге болады. Оны дәлелдедім. Енді қара, значит, мынаны модульдің квадраты деп, мынаны да модульдің квадраты деп ойласам болады. Ал мынау не? Мынау бізде скаляр көбейту. Дәл осы жерде паузаға қойды, оқшым өзің бір шешіп көрші. Мына скаляр көбейтуді қаяқтан аламыз? Арасында бұрыш берілмеген. Қайдан аламыз? Әрине, ойландың деп ойлаймын. Мына тепе-теңдіктен аламыз. Мынау жайдан жай берілмеген, мына тепе-теңдік. Мен бұл тепе-теңдікті астына жазып келем. Яғни a плюс b-ның, мына жерге жазайын, a плюс b-ның модулі тең болады 26-ға деген. Значит, екі жағында бірдей квадраттайым. Екі жағын бірдей квадраттасам, түбірге алудың қажеті жоқ. Енді қара, екі жағын квадраттасам, бұл қалай ашылады? a квадрат қосылған 2 еселенген ab плюс b квадрат. Тең 26-ның квадратына 26-ның квадрат деген қаншаны береді? Есептеп жүрейік. 26 көбейтілген 26, ол бізде 676-ны береді екен. Енді қараңдар, a квадрат дегенде модульдің квадраты, b квадрат деген модульдің квадраты деп ойлай саламын. Сөйтемін да мен көбейтем. a-ның ұзындығының орнына 10-ды қоям, b-ның ұзындығына 4-ті бір асты 17-ні қоям. Сонда 10-ның квадраты қосылған 2 еселенген a, b қосылған b-ның модулі, яғни 4-ті бір асты 17-ның квадраты. 4-ті бір асты 17-ның квадраты тең болады 676-ға. Дальше 10-ның квадраты 100 қосылған. Менің мақсатым қазір, мына 2 еселенген a-дан a мен b-ның көбейтіндісін тауып алу. Сонда мына жаққа қоямын ғой. Көрдің ба? Скаляр көбейтіндіні тек мынандай қана таба бермейміз, арасында бұрышты бермей қалса, онда мынаны қолданып кетеміз ғой. Сонда плюс 4-тің квадраты 16, 16-ны ана жерде түбір асты 17-ның квадраты 17, 16-ны 17-ге көбейтем. 272. Тең болады 676-ға. Енді 272-ні минусқа өтсейін, 676-тан 272-ні азайтайын. 676-тан азайтам 272-ні. 404. Одан 100-ді азайтам 304 болады. Сонда 2 еселенген AB. 2 еселенген AB. Мына 100-ін минуспа өтіп кетеді. Сонда 2 еселенген AB тең болады 304-ке. Так, бұны жаздық. Енді A мен B-ның көбейтіндісінің өзін ғана табасай. Негізі 2AB-ның орнына сразу 304-ті қойсақ болады. Бірақ 304-тен де 2-ге бөліп, официально табайын да. 304-ті 2-ге бөліп жіберетін болсам 152. Получается, мына жердегі a мен b-ның көбейтіндісі дегеннің орнына 152-ні қоям, 2-ге көбейтіліп қайтадан 304 болады ғой. Яғы жазып қойын. 152-ні қойын деп жатырмын деп. Сосын мен қазір тұрамда жазам. Тең a-ның модулі, яғни a-ның ұзындығының квадраты деген сөз ол 10, дұрыс па? 10-ның квадраты азайтылған. 2 еселенген a-ның орнына 152, скаляр көбейтіндісі, міне, мынаны жазып қойын. Скаляр көбейтіндісін тауып алдым деп. Қайсыны қолданып? Мына тепе-тең берілгенді қолданып отыр. Так. Енді қара,
252 қосылған b-ның квадраты. b-ның модулінің квадраты, ол 4 түбір асты 17-ның квадраты ғой. 4 түбір астында 17-ның квадраты. Тең, енді осыны есептеймін. Тең. 10-ның квадраты ол бізде 100-ге тең. 100-ге тең. Анауың 304-ге тең. Анауың жаңа 16-ны 17-ге көбейткенде қанша болды? 676 ма? Қазір мен көресің. 272 ма? 16 көбейтілген 17. Ол бізде 272. Мына 4 түбір асты 17-ның квадраты 272-ге тең болған еді. Енді осыны бір есептеп жүрейік. Тең болады бұл жерде 100-ден 304-ті алып тастаймын. 100-ден азайтамын 304-ті, минус 204 болатын түсінікті. Оған 272 қосам. Әрине 68. 68 шығады екен. Енді қараңдар. Мен квадраттадым ғой. Соңынан түбірге алуым қажетпін. Міндетті түрде. Мына жақта түбірге алудың қажеті жоқ, себебі 2 жағын бірдей квадраттадық. Енді квадраттадым түбірге аламын, олай болса маған түбір асты 68 табу керек. 68-ді мен 4-ке бөлейін, 4-ке бөлінетін сан болу керек. 17 болады екен. Сонда бұл 4 пен 17-ның көбейтінсі екен. 4-іміз 2 болып шығады түбірдің сыртына, түбір астында 17 қалады. Сонда 2 түбір асты 17 ол есептің жауабы болады екен. Міне а минус b-ның модулінің өзін таптық. Бізге квадратын тап демеген негізі. Квадраттап барып, просто соңынан түбірге ала салдық. Міне бұл шешудің бірінші жолы. Дәл осы жерде мен қазір екінші жолын көрсеткім келіп отыр. Дәл осы тұрған тұрсында бүйтіп жазсақ қалай болады? А плюс b-ның модулі тең болады 26-ға. Мынаның модулі қанша тең екенін білмейміз ғой. А минус b-ның модулі тең болады x-ке дейсің. Мынау бізде бірінші шешілу жолы болса, мынау екінші шешілу жолы. Енді қараш, мынау x-ке тең ғой. Сенің мақсатың сонда мынау қаншаға тең екенін табу керек болса, онда x-ті табу ғой. Онда осы жүйені шешу үшін екеуін де квадраттап тастайсың. Квадраттасаң не болады? Мынау қысқаша көбейту формуласымен ашылғанда а квадрат қосылған 2 еселенген аб плюс b квадрат. Тең 26-ның квадраты ол бізде 676 болды бағана. Мынаны квадраттайық енді а квадрат минус 2 еселенген аб плюс b квадрат. И квадрат дегендердің барлығын модульге алып тастай салайын. Дәл осы тұрған тұрсында тең болады енді. Мына екі жағын квадраттадық. Мынаның да екі жағын квадраттадық, қолдан. Тең болады сонда x квадратқа. Енді қара, мынау жүйеміз сақталды. Енді бұл жүйені шешу үшін дәл қазір мен қазір бүйтем. Осы екеуін просто қосып жіберемін. Сонда плюс 2аб мен минус 2аб жоқ болып кетеді, көрдің ба? Тамаша нәрсе қылады. Сонда а квадрат екеуін қоссақ 2 еселенген а квадрат болады. 2 еселенген а-ның модулінің квадраты. Бір алмаға қоссақ а квадратқа а квадрат қоссақ 2 еселенген а квадрат. Б квадратқа б квадрат қоссақ 2 еселенген б квадрат болады. Тең болады 676 мен x квадраттың қосындысына. 676 қосылған x-тің квадраты деп жазып қоям. Енді қара оқушым. Осы жерде мына 2 деп тұр қоя. Осы жерде а, б дегеннің модулінің орнына 10-ды қоям және 4 түбір асты 17-ні қоям. Сонда 2 көбейтілген 10 квадраты болған үшін 10-ның квадраты плюс 2 көбейтілген 4 түбір асты 17. Мына негізі 2-ні жақшаны сыртына шығарып, мына бөлуге өткізейін деп едім. Нефтемский болып қалатын болды. X квадраты 2-ге бөлсек. Так сан тұрса 2-ге бөлуге болады. Енді қараңдар 4 түбір асты 17-ні квадраттаймын. Тең 676 плюс x квадрат. Менің түпкі мақсатым енді осы жерден x квадраттан x-ті табу ғой. Сонда 2-ні 10-ның квадрат 100-ге көбейтсек 200. Сразу жазамын. Мына жаққа жазамын уже. 200 қосылған 4-тің квадраты 16, 16-ны 17-ге көбейтсек бағана қанша болды? 16-ны көбейтеміз 17-ге. Ол жерде бізде 272. Оны сразу 2-ге көбейтіп жіберейін. 544. Мына жерде есептеп жатырмын да. 544 болып тұр. Тең болады 676 плюс x квадратқа. Енді қараш, 676 минусқа өткіз. Жалпы 200-ге 544-ті қос. Так, ол бізде 744. 676 минуспа өтеді. 676-ны азайтса 68 шықты қайттан. X квадрат тең 68 болды. Енді қара, жай ғана осы жерден x тапсаң, плюс минус түбір асты 68 болады. А ұзындық терістен бола алмайды. Себебі а минус b-ның модулі деген ол бізде ұзындық. Сол үшін ол x-ке тең болып тұрған үшін, олай болса біз плюсмен аламыз. Сонда 68 дегеніміз, міне түбір асты 68-іміз қайтадан осы 2 түбір асты 17-ні береді екен. Жазып қоям. 2, мына общий түбір қойып жүрмін ғой мына жерге. 2 түбір асты 17 деп. 2 түбір астындағы 17. Міне оқушым, сонда мына есептің шешілуінің тағы бір жолын айттым. Бұл бізде екінші шешілу жолы болып табылады екен. Дәл осы жерде енді үшінші шешілу жолын айтам, бірақ енді оны
өзің есептеп көр. Немесе мен мына жерде өшіре саламын. Оқушым дәл қазір осы жерде паузаға қойып бір жазып ал. Мен сосын қазір мына жерде артық жынға тиіп тұрған нәрсені өшіріп тастаймын да, қазір үшінші шешілу жолын ұсынамын осы есепке. Қараңдар. Так, бірінші шешілу жолы түсінікті. Бірінші шешілу жолы ол мына осының алдындағы ұқсайды. Екінші шешілу жолы жүйе құрамыз. Мына екеуінен жүйе құрып квадраттаймыз. Просто мынау белгісіз болған үшін осыны x-ке теңестіреміз. Сөйтіп екі жағын квадраттап, жүйе құрып жібереміз. Сөйтіп екеуін қосып жібереміз. Плюс 2 абы мен минус 2 абы жоқ болып кетеді. Сонда скаляр көбейтіндің вообще қажет болмай қалады. Сөйтіп дальше осы жүйені шешеміз. А-ның ұзындығы мен b-ның ұзындығына 10 мен 4 түбір астын 17-ні қойып квадраттаймыз. Сөйтіп сол жерден x тауып аламыз. Ол тазасы теңдеу шешеміз. Енді дәл қазір үшінші жолды ұсынамын. Мына жерде мен өшіріп тастаймын уже. Сен жазып алдың деген ойдамын алтыным. Енді мына жердегі артық мәлімет скаляр көбейтіндісін тапқанымды өшіріп тастаймын да. Үшінші жол деймін. Жазып қояйық. Бәріміз дәптерімізге үшінші жолды жазып қояйық. Тамаша нәрсе айтам қазір. Мына жерді былай бөліп тастасам егерде. Үшінші жол осы жерге әдемі кетеді ғой. Үшінші деймін. Мен бұны сендерге былай түсіндірем мағынасын. Бұның геометриялық мағынасы бар негізі. Геометриялық мағынасы қандай? Егерде бізде параллелограмм берілсе, типа мынау А векторы болса, мынау бізде Б векторы болса, біреу А векторы, біреу Б векторы болатын болса, енді қара. Егерде бізге осы екі вектордың қосындысы десе, онда қосындысы, мына екі векторды параллелограмм ережесімен қоссақ болады былайынан. Негізі осында есеп қой, геометриялық мағынасы осындай бұлардың. Қосындысы десе мынау, А мен Б-ның қосындысы мынау. А вектор мен Б векторының қосындысы. Сразу айтайын, А вектор мен Б векторының қосындысының ұзындығы 26-ға тең дейді. Яғни А-ның ұзындығы бар, мына жер 10-ға тең, типа мына қабырғам 10-ға тең, оны мына жазып қойын. Мынау Б векторының ұзындығы 4 түбір астын 17, оған қарама-қарсы жатқан тоже 4 түбір астын 17 болады. А бізде диагональ сонда 26-ға тең дейді. Диагоналім 26-ға тең. Көрдің ба? А мен Б-ның қосындысының ұзындығы деген сөз мына 26-ға тең деген сөз. Мынау да А-ның модулі тең 10-ға, Б-ның модулі тең 4 түбір астын 17-ге болып тұр ғой, сол үшін де. Енді қара, модульдерді пока что алып тастаймын. А мен Б-ның қосындысы мына диагональ болса, А мен Б-ның азайтындысы мына диагональ болады, қараңдар. Мына диагональ болады қазір. Не үшін? Себебі мына жерде қараш, мынау С деп ойлайық, пока что. Енді ойланайықшы кішкене. Бір-бірінің артынан қуалап тұрса ғана біз оларды қоса аламыз. Типа А мен С ғана бір-бірінің артынан қуалап тұр ғой. Значит, А мен С-ның қосындысы бізде тең болады не нәрсеге? Мына Б-ға. Үшбұрыштар ережесі бойынша, иә. Енді ойлан, осы жерін С-ның өзін қалдырсақ, С-ның өзін қалдыратын болсақ, А мына жаққа минус Б өтіп кетеді. Типа енді А мен Б-ның орны ауысқан болуы мүмкін әрине. С дегеніміз сонда тең болады, А минус Б өтсе, Б минус А болады. Немесе А мен Б-ның орнын ауыстырып жасам, мына жерге Б, мына жерге А десем де болады ғой. Сол кезде С дегеніміз А минус Б болады. А минус Б-ның модулі деген не, Б минус А-ның модулі деген не, екеуінде разница жоқ. Онда мен тұрамда, қазір тұрамда былай жазып жіберемін. Тамаша нәрсе жазам. Онда А мен Б-ның азайтындысы, онда мынау екінші диагональ болады деймін ғой. Мына осын жазам. Немесе диагональдің бағытын наоборот қаратып қоя саламын былайынан. Сонда А мен Б-ның азайтындысы болады. Таза сол болады. Енді ұзындық деген үшін ғана айырмашылық жоқ деп жатырмын, а так векторны өзімен жазса айырмашылық бар. Сонда мына жерде логично өзіңде қосып көрсең болады. Типа бағыты наоборот бағытталып тұрса, онда сен қазір Б мен С-ның қосындысы дейсің. Б векторы мен С векторының қосындысы бір-бірінің артынан қуалап тұр, ол А векторын береді дейсің. А осы жерден С-ның өзін тапсаң, Б мына жаққа минус Б өтеді, А минус Б. Енді келесі жолы мен мағынасын айтып жатырмын ғой. Келесі жолы вообще бұны жазбай ақ қой. Мұнан сызудың қажеті жоқ, мағынасын түсіндіріп жатырмын. Сонда кез келген параллелограммның бір диагоналі А векторы мен Б векторының қосындысын береді, екінші диагоналі А векторы мен Б векторының азайтындысын береді. Вот осыны айтқым келіп тұр ғой. Сонда А плюс Б-ны береді мына жер А минус Б-ны береді дей салайық. Енді қараңдар, осы кезде мына диагональдардың ұзындығы деген сөз ғой, мынау модуль деген. Значит, бір параллелограммның қабырғасы, сонда мынандай геометриялық есеп болып тұр әшейін. Параллелограмм бір қабырғасы 10, екінші қабырғасы 4 түбір астында 17. Бір диагоналім менің қаншаға тең? 26-ға тең. Мынау диагональ деген сөз, екеуінің қосындысы D1. Мынау екінші диагональ деген сөз ғой, А минус Б-ны тап деп тұр ғой. Бұл бізде D2 деген сөз негізі. Сонда бір диагоналім менің 26-ға тең болып тұрса, екінші диагоналім белгісіз x болып тұр, осыны тапшы деген әңгіме ғой әшейін негізі. Ал енді бұны қандай формуламен шығарғым келеді? Үшінші жол таза, чисто геометриялық жол, мынандай жол. Параллелограммның қабырғаларының квадраттарының қосындысы барлық қабырғаларының квадраттарының қосындысы диагональдарының квадраттарының қосындысына тең. Енді барлық қабырғалары дейтін А дейтін екеу, 10 деген екеу, 4 түбір астын 17 деген тоже екеу,
онда мен сразу сыртына 2 деп жазып қоямын. Осы формула естеріңде бар ма оқушылар? Параллелограммның қабырғаларының квадраттарының, барлық қабырғаларының квадраттарының қосындысы барлық диагоналдарының квадраттарының қосындысына тең. Значит, а мен b-ның орнына 10 мен 4 түбірасы 17-ні қоямын. Сонда 2 10-ның квадраты қосылған 4 түбірасында 17-ның квадраты, чисто геометриялық жол. Тең диагональ біріміз 26-ның квадраты плюс диагональ екіміз x-тің квадраты. Дәл осыны есептесек, мынауғы таза жаңа. 2 көбейтіліп тұр, 10-ның квадраты мен 4 түбірасы 17-ның квадраты тең 26-ның квадраты 676 плюс x квадрат. Осы жерден, осы теңдеуден 2 мынау 100 қосылған 4 түбірасы 17 дейін 16 мен 17-ның көбейтіндісі. Так, 16 мен 17-ні неше рет көбейттік осы сабақта? 272-ге тең. Тең 26-ның квадраты ол 676 плюс x квадрат. Мақсатым осы жерден x табу, x-ті тапсаң, қайттан түбірасты 68 шығады. Бірден айтам. Одан сенде шығады 2 түбірасындағы 17. Мынау шешудің үшінші жолы. Егер a-ның b-ның жеке-жеке ұзындықтары десе параллелограмм екі қабырғасын беріп тұр, қосындысының ұзындығы десе диагональдың ұзындығын беріп тұр, значит екінші диагональдің ұзындығын табу керек. Көрдің ба? Үш жолмен бір есепті шешіп бердім оқушым. Не үшін ұзақ болды деген сұраққа жауап осы ғой. Видео сабақ не үшін ұзақ болады? Себебі мен сендерге барынша ашып түсіндіруге тырысамын алтыным. Олай болса үш жолды да жақсылап жазып ал, қайталап ал. Қазір 19-шы есептен бастап мен келесі видео сабақта жалғастырғым келеді. Олай болса оқушым, вектор тақырыбына арналған кезекті видео сабағым аяқталды. Келесі видео сабақта 110-ше.